Әдебиеттік оқу сабағы басталды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қадыр Мырза Әлі, екінші мамандық. Бүгінгі сабақта сен мәтіннің мазмұны, кейіпкердің іс-әрекетін білесің. Бүгінгі сабақта меңгеретінің кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға беру, шығармадан кейіптеуді табу және оны қолдану. Алдымен мысал дегеніміз не? Соған тоқталып өтейік. Мысал, жануарды, затты кейіпкер етіп, солардың әрекеті арқылы адам бойындағы кемшілікті сынайтын, жақсы мінез-құлықты үлгі етіп көрсететін көркем шығарма. Бүгінгі шығармамыздың авторы туралы шағын мәлімет біліп алайық. Қадыр Мырза Әлі 1935 жылы 5 қаңтарда Орал облысында туған. Қазақстанның халық жазушысы. Балаларға арналған Күміс қоңырау, Ноян қоян, тағы басқа кітаптары бар. Қане досым, мысалды бірге оқиық. Іске сәт. Мен балтамын, еңбек күйін тартамын. Екінші бір мамандық алмағанға бар таңым. Жаз ба, күз бе, қыс мейлі, шебер қолдан түспеймін. Балға жоқта балғаның қызметінде істеймін. Бұл әңгіме тосынды, оған оқтау қосылды. Бар екінші өнерім, қолдаймын мен досымды. Тек нан илеп қоймаймын, мен де көп ойлаймын. Тоқпақ болып тентектің төбесінде ойнаймын. Екінші өнер керемет, маған да сол керек ет. Икемделдім деп қойды кресло кереует. Алса қолға шеберің, болмас маған теңерің. Неше түрлі ағашты қашау менің өнерім. Деді қашау ғұрыпты, бұзбай атам жүріпті. Ал мен болсам қосымша бұрай алам шұрыпты. Көкке қолын жайғандар, ойланыңдар, ойлаңдар, деді екінші мамандық, алған құрал саймандар. Берілген мысал саған ұнады деген ойдамын. Мысалдың кейіпкерлері кімдер? Қане, бірге анықтап көрейік. Мысалдағы кейіпкерлер қашау, оқтау, балта, кресло, кереует. Немесе қашау, оқтау, балға, кресло, кереует. Үшінші нұсқа шұрып, оқтау, балта, кресло, кереует. Сәйкес нұсқаны таңда. Әрине, мысалдың кейіпкерлері олар қашау, оқтау, балта және кресло, кереует. Жарайсың. Кейіптеу дегеніміз не? Соған тоқталып өтейік. Кейіптеу табиғат құбылыстарын тірі адам кейпінде немесе жансызды жанды түрде суреттеу тәсілі. Бұл анықтаманы ойда сақтайсың деген үміттемін. Екінші тапсырмаға назар аудар. Қай кейіпкердің сөзі екенін анықта. Бірінші үзінді және екінші үзіндіге назар аудар. Бірінші үзіндіні оқып берейін. Жаз ба, күз бе, қыс мейлі, шебер қолдан түспеймін. Балға жоқта балғаның қызметінде істеймін. Екінші үзінді. Тек нан илеп қоймаймын, мен де көп ойлаймын. Тоқпақ болып тентектің төбесінде ойнаймын. Бұл қай кейіпкерлердің сөзі? Тауып көр. Бұл тапсырманы бірден орындадың деген ойдамын. Қане, тексеріп көрейік. Бірінші үзіндіде балта туралы айтылған. Ал екінші үзінді ол оқтаудың сөзі. Жарайсың. Ендеше келесі тапсырмаға назар аудар.
Бұл жерде де өлеңнің үзіндісі берілген. Кейіпкерді табу қажет. Деді, ғұрыпты, бұзбай атам жүріпті, ал мен болсам қосымша, бұрай алам шұрыпты. Бұл қай кейіпкер туралы айтылған? Төмендегі сәйкес нұсқаларды таңда. Тапсырманы дұрыс таптың деген ойдамын. Деді қашау ғұрыпты, бұзбай атам жүріпті, ал мен болсам қосымша, бұрай алам шұрыпты. Бұл жерде қашау туралы айтылған. Жарайсың, енді үшінші тапсырманы орындап көр. Кейіпкердің басқа мамандық алғаны дұрыс па? Іс әрекетіне баға бер. Дұрыс жауапты анықта. А нұсқасы. Дұрыс емес, бір ғана мамандығың болса жетеді. Екінші нұсқа. Дұрыс, бірнеше мамандық иесі, өнер иесі болудың артықшылығы көп. Үшінші жауап. Дұрыс емес, бірнеше мамандықты алып жүру қиын. Дұрыс жауапты таба алдың ба? Бірге тексеріп көрейік. Дұрыс жауап нұсқасы. Дұрыс, бірнеше мамандық иесі, өнер иесі болудың артықшылығы көп. Бұл тапсырманы да қиналмай орындадың деген ойдамын. Енді келесі тапсырманы орындап көр. Автор кейіпкерлер арқылы қандай ойды жеткізбекші? Өлең жолдарына сүйен. Көкке қолын жайғандар, ойланыңдар, ойлаңдар, деді екінші мамандық, алған құрал саймандар. Жауап нұсқалары. Кез келген мамандықты құрметтеп, жаңа іспен айналысуға болатынын айтты. Екінші нұсқа. Кейбір мамандықтарды ғана құрметтеп, сол мамандықты ғана игеруге болатынын айтты. Немесе үшінші жауап. Екінші өнерге икемделіп, жаңа мамандықты үйренуге болатынын айтты. Дұрыс жауапты анықта. Жарайсың, бұл сұрақтың жауабын дұрыс таптың деген ойдамын. Бізде екі дұрыс жауап бар. Біріншісі, кез келген мамандықты құрметтеп, жаңа іспен айналысуға болатынын айтты. Және екінші өнерге икемделіп, жаңа мамандықты үйренуге болатынын айтты. Тапсырмаларды дұрыс орындадың деген ойдамын. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға бердің, шығармадан кейіптеуді тауып, оларды қолдандың. Осымен сабағымыз аяқталды.